Саламатсыздар балалар. Қазақ тілі пәнінің 39 сабағы. Мәтіннің құрылымдық бөліктері. Сендер бұл сабақта мәтінді қандай құрылымдық бөліктерге бөлуге болатынын білесіңдер. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және оларға жауап бересіңдер. 10-шы жаттығу құмырсқа мен қарақоңыз мысалын түсініп оқы. Құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде 5-тік алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Қарақоңыз құмырсқадан сенің жақсы оқуыңның сыры неде? Деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да уақыттың ойыннан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытта сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Сансызбай сарғасқай. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Оларға жауап беріңдер. Ал балалар, сұрақтар құрастырайық. Құмырсқа қандай баға алған екен? Дұрыс. 5, 2 ала берген кім? Қарақоңыз. Қарақоңыз құмырсқадан не сұрады? Сенің 5-тік алу себебің неде де? Сыры неде деді? Құмырсқаның сыры неде екен? Тамаша уақыт кестесінде екен. Мәтіннің басы, негізгі бөлігін және соңын тап дейді. Басы ол бірінші бөлігі, негізгі бөлігі екінші бөлік, соңы үшінші бөлік екен. Суретте берілген бөлікті көшіріп жаз дейді. Қарақоңыз құмырсқадан сенің жақсы оқуыңның сыры неде? Деп сұрап, оның сыры уақыт кестесінде. Балалар, осы бөлікті көшіріп жазамыз. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірді білдіреді. Мәтінді соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдан бастап жазылады, балалар. Ережеге есте сақтаймыз. 11-ші жаттығу мәтінді оқу жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта. Жоспар: көңілсіз суреттер, жан біткен суреттер. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарандашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштар ілікті. Аспанды қара бұлт торлады. Қатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Жоғарыдан көкпеңбек тамшылар төпеп берді. Ал жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Ал енді осы мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөлік берілмеген? Мәтінде 2 бөлік бар. Олар басы мен негізгі бөлік, соңғы бөлігі берілмеген. Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып көр, айтып көр. Сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар ма? Бар болса дәлелде дейді. Түрлі түсті қарындашпен салған суреттері өзіне ұнап, қуанып қалды. Суретін осылайша керемет көңіл-күймен аяқтады деп аяқтайды. Енді 3-ші сұраққа жауап: сурет пен мәтін байланысқан. Мәтіндегі сөздер суретте бейнеленіп тұр. Енді соңғы тапсырма бізде 12-ші жаттығу. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайта құрастырып көр. Ермектің осындай достары бар. Ол достарын жақсы көреді. Мақпал сабақ үстінде ұялы телефон шұқылаумен болды. Оның бұл қылығы мұғаліміне ұнамады. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді. Хал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суретті кітапшаларын ұсынды. Балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Құрастырған мәтініне ат қой. Мәтіннің соңғы бөлігін дәптеріңе көшіріп жаз дейді. Енді 12-ші жаттығу деп жазамыз. Ермектің достары. Бұл мәтін тақырыбы осы не, балалар? Балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Бұл бізде мәтінде керек емес сөздерін алып тастап құрастырғанымыз. Ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді.
Хал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суреттік кітапшаларын ұсынды. Ермектің осындай достары бар. Ол достарын жақсы көреді дейді. Балалар, мәтіннің соңғы бөлігін көшіріп жаз дейді. Мына соңғы бөлігі Ермектің осындай достары бар. Ол достарын жақсы көреді деген жерін көшіріп жазасыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы уақытта сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.